Ұлытау өте қасиетті жер. Осындай қасиетті жерден қуат алған халқымыз ата-бабалар жолымен жүреді деп санаймын. Ол жол сара жол, мәңгілік елдің жолы. Нұрсұлтан Назарбаев. Алдымыз алуан арман асқаралы, жазылған тарихымыз тасқа мәңгі. Құбылып қанша заман өтсе дағы, ұлылық Ұлытаудан басталады. Ұлытау ұлттың ұясы. Жағрапиялық жағынан қазақ даласының кіндігі. Ұлы қорғандар, қорымдар, кесенелері, тіпті қазіргі шақтағы шахталарына дейін сыр шертетін шежірелі өлке. Құландар жортқан, ұландар жорыққа аттанған ұлан ғайыр атырап. Барша қазақтың басы қосылған, ұлтымыздың көсемдері мен шешендері келелі кеңес өткізген жер. Осы өлкеде Алтын Орда билеушілері едіге, Тоқтамыстай ерлер өткен. Ақсақ Темір ат шалдырған, Жошы мен Алашахан мәңгілік тыныс тапқан. Ұлытауда Керей мен Жәнібек алғаш рет қазақ мемлекеттігінің қадасын қадады. Ел қамын жеген едіге батыр жатқан қасиетті мекенге ел даңқын асырған ел басы келді. Келді де Ұлытау төрінде тұрып, ұлт тарихына қатысты өрелі ой тастады, көшелі сөз қозғады. Мынау келіп отырғанымыз қасиетті жер, атының өзі Ұлытау деген себебі тарихта үлкен орны бар. Қазақтың ен даласының қай шетіне барсаң да, әр жерде осындай қасиетті жерлер табылады. Мынау шығыс жаққа барсаң, өздерің көріп отырған Берел сияқты қорғандар, олда ата-бабамыздың қан төккен соғысқан жерлері. Мына орталыққа келсең, Аңырақай деген қалмақпен соғысқан жерлер бар. Батысқа барсаң, Сарайшық деген қасиетті жерлер бар, Алтын Орданың қандары тұрған. Оңтүстікке барсаң, Түркістан бар. Сондай жерлер көп Қазақстанда. Дегенмен Ұлытаудың орны бір басқа, біздің жастарымыз оны біле бермейді. Біз өз тарихымызды жаңадан игеріп біліп жатқан елміз. Бұл қазақтың тарихы өте үлкен. Оны да білуіміз керек, қолға алып жүрміз. Дүние жүзінен, Қытайдан, Ираннан қазақтың тарихының жазба жәдігерлерін жинадық барлығын. Біздің елдігіміз қазақтың жұртының арғы кіндігі ғұндардан басталады. Ғұндардан кейін Көктүріктің мемлекеті болады, Көктүріктен кейін Алтын Орда болады. Сөйтіп хандық барлығы келіп осы тәуелсіздікке келіп тіреледі. Сондай үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз білу керек еді, біз кеше ғана болған қазақ емеспіз. Сондағы жаңағы айтып келе жатқан ғұндардың да, Көктүріктің де, Алтын Орданың да орталық болған жер бұл жер. Өзінің тұрған жері Қазақстанның кіндік ортасы да тұрған тау. Ең биік тауы Әулие-ата деп аталатын 1100 метр болады. Одан ағып атқан мына біз отырған бұлақ Әулие бұлақ деп саналады. Соның барлығы ата-бабамыз бекер айтпаған ғой. Сондықтан осы жерге жаздың күні мал жайған қазақ малдарын Ұлытаудың баурайына айдап келеді. Батыстан да, оңтүстіктен де, солтүстіктен де, шығыстан да мыңдаған, миллиондаған мал төңірегінде жатса көрінбейтін шүйгін дала болған. Бәр қазақ жан-жақтан келгеннен кейін киіз үйлерін тігеді, ат шаптырады, той жасайды, осы жерде қыз ұзатады, баласын үйлендіреді, бір-бірімен құда болады да, тараған кезде мына елдің қызы былай кетеді, ана елдің жігіті бұл жақтан қыз алады. Елдеріміз араласып, біздің қазақтың кең даласында диалектінің жоқтығы содан деп ойлаймын. Салт ғұрпымыз, анау батыстағы Атырау облысы менен шығыс Қазақстан, оңтүстікке қарасаң, әдет ғұрпымыз, баланың туығы, қызды ұзату, үйлену тойы, сүндет тойы, үлкендерді жерлеу деген барлығы бір-бірімен келіп тұр. Мысалы, Қытайдың солтүстігі мен оңтүстігі, батысы мен жағысы біз сияқты 3000 километр болса да, Пекиннің адамдары оңтүстікте Қытайлардың тілін білмейді, бізде ондай емес. Ұлытау
тұнып тұрған асыл дастан, тарихын біз айтайық жасырмастан. Мәңгілік ел болсын деп бабаларым 300-дің осы арада басын қосқан. Неге ұлы тұлғалар осы ұлытауды таңдаған? Оған себеп ұлытау деген сөздің мағынасы. Көне түркі тілінде ұлы деген сөз ол аса құдіретті, жаратушы, тәңір деген сөзді білдіреді екен. Тау деген мекен, яғни тәңір мекендейтін тау немесе тәңірмен тілдесетін тау. Сол себептен көне түркі тайпаларының көсемдері, Алтын Орданың ханы, қазақ хандары осы ұлытауға, Әулиетауға жақын болуды армандаған. Ол Әулиетау арқылы ғарышқа жақын болғандықтан өздерінің тілектерін, ниеттерін жеткізуге асыққан. Алғашқы тұңғыш космонавт космосқа көтерілген осы Байқоңырдан ұшты, космосқа шықты. Бұл да оның тарихи орнын көрсетсе керек. Бұл әрине жайдан жай емес. Бұл үлкен ғылыми зерттеу негізінде қабылданған шешім екендігі сөзсіз. Соған қарағанда осы мынау космос пен жердің арасындағы тартылыс күші осы Байқоңырда әлсіз болғандығы байқалады. Кемшіндеу болғаны байқалады. Соған байланысты әрине Байқоңырды космодром ретінде таңдап алған болу керек. Ұлытау қазақ жерінің орта тұсы. Ұлытауда мынау 300-дің орналасқан жері тоғысады екен. Соған байланысты Ұлытауда үлкен тарихи шешімдер қабылданған. Академик Әлкен Марғұланның жасаған тұжырымдарына көңіл аударсақ, мынау 15 ғасырда Шейбани Әбілқайыр ханнан бөлінген қазақ рулары, мәселен Ұлы жүз Үйсін, Орта жүз Арғын, Қыпшақ, Найман, Қаракесек, Кіші жүз Алшын және Табын тайпаларының басшылары 1467 жылы осы Ұлытауда бас қосып, Алаш аталған елдің өмірге келгендігін жариялаған. Ол кезде қазіргі ұшақ жоқ, теміржол жоқ, автокөлік жоқ. Бірмен бірі барып көмектескенше не заман? Әр қайсысы өзін сақтап қала керек еді. Сондай замандар болған. Отан деген үлкен ұғым ғой. Отан қорғау дегенде алдыменен өзің жанұяңды ойлайсың. Әкеңді ойлайсың, шешеңді ойлайсың, бауырларыңды ойлайсың, балаңды ойлайсың, немереңді ойлайсың. Соны ойлап барып қорғаған кезде сол көңілмен, жүрекпенен отанды қорғайсың. Сондықтан тарихын білген өте жөн болады. Тарихын білмеген ұлттың болашағы да мүшкіл болуы мүмкін. Мысалы, керемет үлкен еменнің түбірі терең болмаса, ол дауылға шыдап тұра алмайды. Сондықтан тарихымызды білу үшін көп нәрсе қазір жасап отырмыз. Сондай тарихтың біреуі Ұлытау болып саналады. Оны білуіміз керек. Тасқа жазылған тарихымыз бар. Ұланғайыр даламызда жартасы, тіпті әр тасы тарихтан сыр тартатын Ұлытау секілді ұлы жерлер жетіп артылады. Соңғы кездері біздің тарихымыз туралы теріс, дайыс түсініктер бой көрсете бастады. Елбасының тарихи жердің төрінде тұрып, тарих пен халық туралы айтқан толғауын сондай теріс пікірлерге берілген тойтарыс деп бағалауға болады. Біз Ұлытау тауының батыс баурайындағы Алтыншоқы деген тарихи орында тұрмыз. Мұндағы болған оқиға Европа мен Азия елдерінің тағдырына тікелей әсер еткен. 1391 жылы әйгілі Әмір Темір осы жерге мыңдаған әскермен келіп, Алтын Орда хан Тоқтамыспен соғыспақ болған. Бірнеше жорықтан кейін Алтын Орда әлсіреп, ыдырап, бірнеше хандыққа бөлінеді. Соның ішінде Қазақ хандығы пайда болады.
Өйткені Ұлытау бұл табиғаты шаруашылыққа, жалпы өмірге өте қолайлы өңір болған орта ғасырларда. Мәселен, соған байланысты Жошы хан өзінің осы ордасын Ұлытауда құрған. Кейін Ақ Орда хандары, Ұрыс хан, Құйыршық хан, Барақ хандар да осы Ақ Ордада өздерінің ордасын құрған болатын. Жарқырап тұрғандай күн қасында, тамыры терең кеткен мың ғасырға, сақтардан бермен қарай тартқан тарих сақталған Ұлытаудың тұлғасында. Заманында мен Астананы іздеген кезде осы Ұлытауға да келгенмін, әдейі көрейін деп, қалай болар екен. Нағыз қазақтың ортасы. Бірақ қазіргі заманмен қарайтын болсаң, бұл жерде еш нәрсе жоқ. Не жол жоқ, не су жоқ, не аэропорт жоқ, еш нәрсе жоқ. Бұл жерге қыруар қаражат керек болар еді, және түбінде бұл ел ордасына лайықты жер болмас еді. Бірақ қасиетті жер ретінде әрине қала береді. Мынау теміржол салынып жатыр, жол салынып жатыр. Бұл келешекте туризм болатын, халқымыздың келіп тәу өтетін жері болып саналады. Бұл жерде Жошы ханның хандық қылған ордасы болған деп айтады. Бұл жерде Абылай ханды да кезге көтерген, бұл жерде Кенесары ханның да туы тігілген жер. Сондай бір қасиетті жер деп санау керек, біз оны білуіміз керек жалпы. Біз қазір Ұлытаудан бастау алатын Кеңгір өзенінің бойындағы Орда-Базар қалашығында тұрмыз. Бұл орта ғасырлық қалашық Алтын Орданың ең бірінші астанасы. Бұл қала жөнінде орта ғасырлық жазба деректерде көптеген мағлұматтар бар. Мына тұрған кесене бұл Жошы ханның кесенесі. Ұлытаудың етегінде қазақ мемлекеттігінің шаңырағы көтерілген хан ордасының орны бар. Елбасы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 1993 жылы 15 қыркүйекте келіп Ақ Шатырға аялдаған. Ұлт пен Ұлытау ажырамас ұғым. Ұлытаудағы таңбалы тастар, петроглифтер, бабалар іздері, балбал тастар тарихымыз. Ал ұлт тарихына қатысты елбасының толғанысы сол тарихи танымды толықтыра түсті. Ұлытау төріндегі толғаныстың ұрпақ үшін қадір қасиеті осында болса керек. Біз қазір Ұлытаудың солтүстік етегіндегі хан ордасы ортағасырлық қалашығында тұрмыз. Жалпы Ұлытауда бұндай қалашық 9. Бұл қалашықтар археологтардың деректері бойынша 8-9 ғасырда қалана бастаған. Бұндай қалашықтарда осы даладағы көшпен тайпалардың көсемдері, одан кейін Алтын Орда көсемдері, хандары, одан кейін қазақ хандарының жазғы тұрым ордалар болған. Осы жерде қазақ хандарын ақ киізге отырғызып хан сайлаған. Отанды, елді қорғау, бірлікке шақыру арқылы дінді өркендеткен жөн. Сонда діннің мемлекетке зор пайдасы, үлкен қамқорлығы болады. Ол елдің басын біріктіреді,
Нұрсұлтан Назарбаев. Сақтауға құдіретті дінімдегі, сақтауға құрметті тілімдегі. Ұрпаққа ұран болсын аталы сөз, айтылған ұлы таудың түбіндегі. Ұлытау төрінде айтылған ұлағаттың дені дін мен тілімізге қатысты болды. Алла бұйырған, ата-бабаларымыз 1000 жыл бойы ұстанған исламның өн бойы өнеге екені айдан анық. Алайда белгілі бір топтардың ұлттық болмысымызға жат әрекеттерге барып жүргені жасырын емес. Діні дімкәс мемлекеттердің дұрыс дами алмайтынын тарихи тәжірибе көрсетіп отыр. Қазақтың түп қазығындай болған қасиетті мекенде айтылған қанатты ойлар қай қазаққа да ой салары анық. Қазір қарап отырсаң, қазақ ешқашан діннен айырылған емес екені көрініп отыр. Ешқандай уақытсыз үзілмегендей дінге кірді де ары қарай жүре берді. Бұрынғыдай қорықпай, жасқанбай, дінге бас иіп, құлшылық етіп, Құдайға қанша мешіттер салдырып жатырмыз, қанша азаматтарды білімді, дінді насихаттайтын молдаларды дайындап жатырмыз. Соның арқасында біліп жатырмыз. Осының бәрі дұрыс қой енді. Дініміз, өзіміздің дініміз, дәстүріміз бізге қазаққа тұла бойына баяғыдан біткен, ол керек әрине. Дегенменен сол біздің ғана дініміз жақсы екен деп жүрген басқа елдер жағдайы мүшкіл болды. Мысалы, дін үшін бір мұсылман дінінің ішінде сүннет пен шиитке бөлініп қан төгіп жатқан халықтар қанша. Бір діннің ішінде соғысып жатқан католиктар қанша. Келіспей бір-бірімен, ішінде неше түрлі ағымдармен. Сондықтан біз абайлауымыз керек. Мына дінге болды екен, біздің дініміз керемет, басқа діндердің керегі жоқ деп, бірақ біздің дініміз өзіміздің дініміз, басқаны да білуіміз керек, сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Сонда біз мұсылманның дінін де құрметтейтін болады. Дінге басырып жүрген кезде біз діннің жаман жағына түсіп кетуіміз керек. Бізге зиян келтіретін дін ағымдары бар. Қан төгіп, соғыспенен дінді орнатып, мемлекеттік дін жасаймыз дегендер бар. Баяғы Мұхаммед пайғамбардың сахабалары кезінде, Омар, Осман, Алидің кезіндегі халифатты қайттан орнатамыз деген, ол жаулап алу мәселесі болатын, Османдардың тарихы болатын. Одан біз ажырап, өзіміз дегенде дінді мынау иманға жақындатуымыз керек, имандылыққа, діннің жақсы жағын алу керек. Құранның қасиеттерін орындау үшін кемтарларға көмектесу, жан ашу, бір-біріне бауырмашыл болу, үлкенді сыйлау, баланы тәрбиелеп өсіру, отанын қорғау, елін қорғау, бірлікке шақыру деген мәселелерменен дінді өркендететін болсақ, діннің мемлекетке үлкен пайдасы, үлкен қамқорлығы болады. Елдің басын біріктіреді, діннің төңірегінде. Қазақ халқының болашағына жұмыс істейді. Міне осындай мұсылман дінін өзіміздің, ислам дінін біз құрметтеуіміз керек. Алланы сүйетін, адамзатты сүйетін, имани гүл, жаны нұр жастардың жадында жатталар ойлар. Тәуелсіз елде дінді елдікке, бірілікке, имандылыққа шақыратын алтын дінге кіретінде қолдана білуіміз керек. Тарихи жердегі асыл дініміз туралы толғаныстың терең, тағылымды болуының бір себебі осында жатыр. Отсутствие любви и порождает и конфликты, и зависти, и стремление сильных отобрать что-то у слабых и тому подобные вещи, конфликты, которые случаются очень часто в нашем современном мире. Вот если бы мы по-настоящему любили бы друг друга, вот, бескорыстно любили бы, то тогда мы бы могли наш мир укреплять, строить, созидать больше и больше. Того, что же все-таки не хватает современным людям, ну, пожалуй, наверное, вот этой любви нам всем и не хватает по отношению друг к другу. Вокруг нас
Сейчас происходят очень страшные события. Это и конфликты вот на Украине, а вот на Востоке. Вот это страшно. На самом деле страшно, когда люди не понимают друг друга, когда в дом приходит разногласия. Этот дом не может устоять. Это очень страшно и горестно. Уникальная модель нашего казахстанского общества в том и заключается, что мы живем в мире, очень многообразном мире. Вокруг нас люди разных национальностей, разных культур, разных вероисповеданий. Но мы видим друг в друге то, что нас всех объединяет. Вот. Наш казахстанский народ. Уникальная модель, на самом деле, межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений. Бүгінгі таңда менің ғана діни ұстанымым дұрыс, осы жолмен ғана мен адаспаймын деп жүрген жастарымыз көп. Және осы ұстанымды ұстанып жүрген көрші мемлекеттерде бар. Бүгінгі таңда сондай елдердің жағдайы не болып жатыр? Соғыс пен зомбылық, бейбіт адамдардың күнделікті өмірден өтуі. Пайғамбарымыз Меккеден Мединеге келген кезде Мединеде басқа діннің өкілдері болған. Бірақ солармен бейбіт келісімге келіп, бір қалада бейбіт өмір сүрген. Бұл нені білдіреді? Бұл ислам дінінің бейбітшіл дін екен. Біз елдің амандығы, елдің тыныштығы үшін не істеуіміз керек? Осы жерде біз өзіміздің дәстүрлі дінімізді қолдауымыз керек. Ата-бабамыз ұстанып келе жатқан бұл дәстүрлі дін. Дәстүрлі дін дегеніміз өзіміздің салт дәстүрімізбенен біте қайнасып кеткен дінімізді айтады. Тәуелсіздік алған жылдары сол дінімізбенен, тілімізбен қайта қауыштық. Салт дәстүрімізбенен қайта қауыштық. Аллаға шүкір, бұның барлығы егемендігіміздің және елбасымыздың салиқалы бастамасының арқасы. Тәуелсіздігіміздің жемісі, бірлігіміздің нәтижесі. Мендегі мәлімет бойынша Қазақстанның мысалы 60% жуығы ислам дінін қолдайды нағыз деген. Соның артында жүрген халықтың өлшемі 20-25%-нан аспайды. Топырмен жүрген де бар ішінде. Ол да жақсы, барып үйрене берсін. Дегенменен құрашейін модаға сүйеніп, мынау мешітке барған дұрыс екен, мынау сөйткен дұрыс екен, жаңа қажылық жасаған дұрыс екен, өсі күні қалтасында ақшасы болса, ұшаққа отырып, Меккеге барып, қажылық жасып қайта, ол да дұрыс шығар осы заманға байланысты. Қажылықтың қасиеті басқада болған. Жолдың азабын көріп, бірнеше айлар жүріп баратын болған. Анау Абай жолы кітабында Құнанбайдың жасаған қажылығын ойлап қараңдар. Ат арбаменен жүріп отырып, қанша ай жүріп, қанша қиыншылықты көріп, жолдың азабын көріп, барып істейтін болады. Сондықтан дінге барған кезде нағыз шын жүрекпен, ақ жүрекпен, әділеттілік үшін, имандылық үшін барам десе екен деп мен ойлаймын. Дініміз өзіміздікі, Құдайға шүкір, қолымызға келді. Ешкім бізді оны одан алшақта деп айтпайды қазір. Әркімнің өзінің еркі бар, бірақ соны дұрыс жолмен жүргізуіміз керек. Халықтың діні мен тілі, оның рухани келбетін анықтайтын айғақтар. Ал туған тіліміздің байлығы рухани кемелденудің кепілі. Елбасы дініміз бен тілімізге қатысты орынды әрі көңілге қонымды сөз қозғады. Сөз қадірін өз қадіріндей көретін әр қазақ оның астарын аңғарды. Мемлекеттік тілін қолдану үшін, мемлекеттік қазақ тілінің өркендеу үшін мемлекет жағынан барлық жағдай жасалды. Конституцияға айға тамға басқандай жазылды, мемлекеттік тіл қазақ тілі деп. Қазақ тіліне кедергі жасап отырған бір адам жоқ. Қандай мінбеден қазақша сөйлесең, сен ешкім тәйт деп айтпайды. Қанша адам отырса да соларға жаңа аудармасын беріп қазақ тілде сөйлеуге болады. Біз өзіміз қазақ, осы тілімізді құрметтей білуіміз керек. Ешкімге анау сөйтпеді бетпе. Мен бәрін білемін. Біздің жазушыларымыз, мәдениет адамдары, мынау тіліміз біздің жетім болды.
бәлен жыл 20 жыл тәуелсіздіктің ішінде жетімдікпен байқұс тіліміз шықпай жүр деп зарлай берген. Бақытсызбын деген адам бақытсыз болады. Бақыттымын деп жүрсе бақытты болады. Тіліміз бар деп жүрсе тіліміз бар болады. Тіліміз жоқ деп жүрсе тіліміз жоқ болады. Сондықтан ақыр заманда басқа орнатпай, тілдегі заңды қолданып, өзіміз қазақша сөйлесуіміз керек. Тілді қолданып батыл сөйлеп жүріміз керек. Тілдің майын тамызып сөйлеп басқа жұртқа көрсетуіміз керек. Жыл сайын Құдайға шүкір халқымыздың саны көбейіп келе жатыр. Оның ішінде негізі көбейіп кеткен қазақтың саны. Ал енді жарайды, барлығын тиіп тастап, қазақ тілінен басқа тілді жауып тастап заңменен аузыңды ашпаңдар сөйлесең десе, онда Украина боламыз. Қазір түсінген шығар қазақтың барлығы. Соны жасап, жұрттың барлығын басынан соғып отырып, қазақтың тіліне әкеп, қан төгіс қып, тәуелсіздіктен айырылу керек па, әлде ептеп мәселемізді шешу керек па? Мәселе сонда. Ал таңдай қайсысын аламыз? Сондықтан бұл жерде де сабырлық керек. Болашақ біздің қолымызда. Болашақ бізге жұмыс істеп жатыр. Қазақтың саны көбейіп жатыр, тілдің ауқымы көбейіп келе жатыр. Көп облыстарда барлық іс жүргізу мәселелері қазақ тілінде өтеді. Оған ешкім кедергі жасамайды. Қазақ көп аудандар қазақша өткізеді. Оның ішінде қазір қазақша сөйлейтін басқа ұлттың азаматтары қанша? Өзің көріп отырсыңдар әр жерде. Ол теледидарда да бар, журналистердің арасында да бар, жай адамдардың ішінде бар. Қазір Қазақстанменен өзінің тағдырын қосқан адамдардың барлығы баласына қазақ тілін үйренемін деп жатыр. Ал енді қазақпенен тарихын, болашағын бірге деп санамайтын адамдар ол бәрібір көшеді, бәрібір кетеді. Оған біз тыйым сала алмаймыз, салып та отырғанымыз жоқпыз. Сондықтан өзіміздің халқымыздың сана сезімін үйретіп, өз тілімізді өзіміз бағалап жүруіміз керек. Тарихи көп ұлтты болдық. Енді осыған біз шыдап, барлығының басын қосып, Қазақстанның бірлігін сақтап, экономикамызды өркендетіп өсе беретін болсақ, келешек барлығы қазақтың қолында болады. Елбасының Ұлытау төріндегі толғанысында ұлтымыздың өткені, бүгінгісі, болашағына қатысты ұштаған ойлар диалектикалық тұтастықта көрініс тауып отыр. Қазір интернет игерген, соның арқасында әлемдегі әр алуан мәдени құбылыстарды өзінше пайымдайтын ұрпақ өсіп келеді. Ұлытау төрінде айтылған ұлағат оларды ойлантпай қоймайды. Елін, жерін, дінін, тілін сүюге жетелері анық. Бұл өзім үшін емес, елім үшін дейтін жастар үшін мәңгілік мақсат, мұрат.